Өтірік сақалы бар Аяз атаны жақсы көріп, сақалы бар мұсылманды жақтырмайтын қазағым-ай. 31 желтоқсан күні түнгі сағат 12:00-де бір жыл бойы садақаға қимаған ақшасын болмайтын бір салютты атуға қиған қазағым-ай. Негізі құрметті қазақ халқының мұсылмандары, сіз бен біз болып бірігіп, келер ұрпақтың түп санасынан жаңа жылды тойлау, оны тойлауға дайындалу деген идеологияны толығымен жоқ қыла аламыз. Ол үшін біз өзіміз оған дайындалып, оны тойлауды доғаруымыз қажет. Керісінше оның орнына өзіміздің дәстүрлі мейрамымыз Наурыз, одан кейін діни мейрам Ораза айт, Құрбан айтты ыстық махаббатпен қарсы алсақ, үйде неше түрлі астар әзірленсе, өзіміз еркектер болып жиналып базарға барып қымбат сыйлықтар алып, балаларға беретін болсақ, олармен сол күндері жақсы мәміледе болып, максимально қыдыртатын болсақ, олардың түп санасында сол мейрамға деген махаббат орнайды, және де олар әр жыл сайын сол мейрамды ыстық ықыласпен күтетін болады. Уақыт өте келе жаңа жылды тойлау, оны қарсы алу деген идеология түп санасынан жоқ болады екен. Сол себепті осы видеомен максимально бөлісіңіз. Бәлкім кейбір адамдарға осы видео бір пайдасын тигізіп қалар.